Hi, сәлем. Бүгін біз there is, there are дегенді өтеміз. There is, there are жалпы бар деп аударылады. Жалпы мағынада бар. Мысалы, сөмкеде кітаптар бар, мемлекетте қалалар бар, ауылда екі мектеп бар, жалпы мағынада бар. Андай менде үй бар, менде әпке сіңілі бар дегендегі бар емес. Ол кезде біз have деп айтамыз, көбінесе. I have a sister, I have a house дейміз. Ол менде бар деген туралы емес, жалпы мағынада бар. Сол кезде біз there is, there are дегенді қолданамыз. Енді формуласына мән берейік. Болымды болған кезде бірінші орында there is немесе there are тұрады. Is деген ол жекеше, a деген ол көпше болған кезде. Сонда бірінші орында there is, there are, одан кейін бар деген бір затыңыз, немесе кісілер, одан кейін ең соңында орналасуы тұрады. Орны ең соңында тұрады. Мысалы, there are books in the bag. Сөмкенің ішінде кітаптар бар. Болымсыз болған кезде there isn't немесе there aren't to be болымсызға айландыра саламыз да, сосын жаңағы заттарыңыз и соңында орналасу қай жерде жоқ екендігі. There isn't a book in the bag. Кітап жоқ сөмкенің ішінде. Сұрақ қойған кезде бұл жерде to be алдына шығып кетеді. Сол кезде is there немесе are there деп сұраймыз, бастаймыз солай. Одан кейін сұрап жатқан затымыз, кісілер соңында орналасуы. Is there a book in your bag? Сөмкеңде бар ма кітап? Немесе көпше болса, are there books in your bag? Деп сұраймыз. Қысқа жауабы yes, there is, no, there isn't. Немесе көпше болса, yes, there are, no, there aren't. Неге сонда ағылшын тілінде бар деген сөз сөйлемнің ең басында тұрады екен. Қазақ тілінде бар деген бір арасында тұрады, сөмкеде кітаптар бар, соңында тұрма тіпті. Орыс тілінде есть книжки в сумке, есть книжки, ортасында тұрады ғой деймін. Ағылшын тілінде міндетті түрде басында тұрады. Содан кейін ең соңында орналасу қай жерде екен көбінесе. Ендеше қазір осы жаңа грамматикамен жаттығып көрейік. Комменттерге жазсаңыздар болады, сұрақ қойып немесе сөйлем жазып, мысалы сөмкеңізде не бар, қалаңызда не бар, сол туралы сөйлесіп, біреулеріңізге сұрақ қойып, өз-өздеріңізбен қазір жаттығыңыздар, жандарыңызда біреу болса достарыңызбен хабарласып, немесе жазып жаттығып көріңіздер. Ал осы бейне ұнаса, рахмет білдіріп лайк басыңыздар, басқалары көрсін десеңіздер бөлісіңіздер, жаңа сабақтар көргілеріңіз келсе осы каналға жазылсаңыздар болады. Мен сіздерді келесі сабақта көремін. See ya!